Өмір бұл не, ешкім айтпаған шындық. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз ең маңызды, бірақ ең аз ойланатын сұрақтың жауабын іздейміз. Өмір деген не? Көп адам өмір сүріп жүр, бірақ өмірдің мәнін түсініп жүрме. Ойланып көрші, сен таңертең оянасың, жұмысқа барасың, тамақ ішесің, ұйықтайсың, келесі күні тағы сол қайталанады. Бұл өмір ме? Әлде жай ғана күн өткізу ме? Шындық мынада, көп адамдар өмір сүрмейді. Олар тек уақыт өткізеді. Өмір бұл тек тыныс алу емес. Өмір бұл сезіну, қуану, қайғыру, сүю, жоғалту. Осының бәрі өмірдің бір бөлігі. Бірақ ең үлкен сұрақ: өмір не үшін берілген? Кейбір адамдар айтады: өмір бай болу үшін, басқалары бақыт табу үшін, тағы бірі арман орындау үшін. Бірақ бұл толық жауап емес, өмір сынақ. Иә, дәл солай. Әрбір қиындық жай ғана проблема емес, бұл тексеріс. Сен сабыр етесің бе? Сен шүкір етесің бе? Сен дұрыс жолды таңдайсың ба? Міне, өмірдің мәні осы сұрақтардың ішінде жатыр. Кейде адам неге қиналамын деп ойлайды, неге менің өмірім қиын дейді, бірақ ол түсінбейді, қиындық жаза емес. Қиындық тәрбиелеу. Алтын отта шыңдалады, адамда қиындықта шыңдалады. Егер өміріңде проблема болмаса, сен өспейсің. Тағы бір шындық: өмір уақыт. Уақыт өте береді, тоқтамайды. Кеше өтті, бүгін өтіп жатыр, ертең әлі белгісіз. Сен уақытты қалай пайдаланып жатырсың? Телефон, бос әңгіме, уақытты өлтіру. Bir күні сол уақыт үшін өкінесің. Себебі өмір қайтып келмейтін мүмкіндік. Ең өкінішті нәрсе не білесің бе? Адамның соңында мен өмірімді босқа өткіздім деуі. Сол үшін қазірден бастап ойлану керек. Өмірдің тағы бір қыры таңдау. Сен күн сайын таңдайсың. Жақсылық па, жамандық па, еңбек пе, жалқаулық па, сабыр ма, ашу ма, сенің бүгінгі таңдауың ертеңгі тағдырың. Ешкім сенің өміріңді өзгертіп бермейді. Тек өзің ғана. Тағы бір маңызды шындық: өмір адамдар. Сен жалғыз өмір сүрмейсің. Атанаң бар, жақындарың бар, достарың бар, сенің сөзің, ісің біреудің жүрегіне әсер етеді. Bir жылы сөз адамды бақытты етеді. Bir ауыр сөз жүректі жаралайды. Сол үшін адам болу өте маңызды. Өмірдің мәні тек өзіңде емес, өзгелерге пайдаң тисе, сол нағыз өмір. Біреуге көмектесу, қолдау көрсету, жақсылық жасау, міне, осы өмірдің шынайы мәні. Ал енді шындықтың ең маңыздысы: өмір уақытша. Иә, біз бұл дүниеде мәңгі емеспіз. Bir күні бәрі бітеді. Ақшада қалады, үйде қалады, атақта қалады, сенімен тек амалдарың кетеді. Сондықтан ақылды адам, осыны ерте түсінген адам. Ол өмірді босқа өткізбейді. Ол әр күнін мәнді өткізеді. Ол жақсы адам болуға тырысады. Қазір өзіңе сұрақ қой. Егер бүгін соңғы күнің болса, сен разы боласың ба? Егер жауабың жоқ болса, онда өзгеретін уақыт келді. Кішкентайдан баста. Жақсы ойла, жақсы сөйле, жақсы істе. Өмір бір күнде өзгермейді. Бірақ сен өзгерсең, өмірің өзгереді. Есіңде болсын. Өмір қиын, бірақ ол әдемі. Өмір қысқа, бірақ ол мүмкіндікке толы. Өмір сынақ, бірақ ол сыйда. Сен қалай қабылдасаң, өмір солай болады. Соңында бір ғана нәрсе маңызды: сен қандай адам болып өттің? Адамдар сені қалай еске алады? Жақсы адам ретінде ме? Әлде таңдау сенде? Өмір бұл жол. Ал сен сол жолда өз ізіңді қалдырасың. Сондықтан бүгіннен бастап жай өмір сүрме. Мағыналы өмір сүр. Егер видео ұнаса, лайк бас, пікір қалдыр. Каналға тіркелуді ұмытпа.